Бата тұрған күнні сөдеге тияқлары топырақ гытыны теретечегінен кіре башладыла. Харнеда бүкете тұрған күнні ақыр шаруына қуана жан кіргенше болды. Төшегінде жатып тұрған Заурбек тәттірілді, көзлерін ашты. Күн жарығы кімге да қычы онды. Кете тұрған күнні жарық оқына болса да, артта бұғытау салқын қараңғыны шошылығына батылсады. Қарт Заурбекні қатында кіші де жоқты. Ол қоншы жашчықнуа кесейіп қойғанды. Бар, теңлерің біле ойна, мен бір кесек қалқиым. Бар балачық, мен халым аман түйілді, сен қорқма. Бұқарусыз қартыны сақлап отырған жашчыққа қалай азап болғанын Заурбек еслеп түлейді. Орамдава ұзын ақ тереклені аумасында жашчықла көлчік ішлеп зауықлы жуыны елі. Жашчық таматавлылы даулаша тұрмады, арсарсыз чабып кетті. Заурбек кесі жаңызлай қалды. Бұсақлау асыры созылып барғанын ол әрттеслегенді. Анда төзім бар, чыдамлық та бар. Алай ол терміліп сақлаған ақыр уақытуа негесе де келмейді. Бүгін ақ сезім болғанын ол кесі де бек ақшы біледі. Аллахны бұйрығы бұла боллығы ішіні ашықтырған айқайда günahlı işet. Алай не еткен? Заурбек кесін небек қазырлап күрешсе де, жазуын бұзалыр күч анда жоқ еді. Жашаудан жанынан да тойған адам, ақыр уақытысын болмай қалмазлығы ішінетше сақлағалыққа бұйрық болмай, ол затны небек іздеп тұрсаң да келмезлігі баян еді. Алай Заурбек аңламаған бір зат та барды. Ол өлім біле беттен бетке кесіні ұзын өмірінде мин керетіп өшкен болур. Болса да ақыр уақытысын бұлай мағанасы сұндырықчықта табарғуа есіне бір заманда да келмеген еді. Бұлай бош қамыш баш үзбек ғыды шықта. Аны абрек оғы абындырырға болуғы еді. Кесі да абрек болу айланған замаллада. Қаядан кетерге де болуғы еді. Олтыш қыраллы қаячыны құтқарамы деп бұғыге ташайғанында қалай сау қалғанына, аны да қалай шығар алғанына артта кесі де азмы сейреткен болыр еді. Ол телика инглизлі. Жайда оқына жуық қоймаучы қаяны башына қышқыда шығарға күрешкенінде, екісі де қар үзілгенде күштен құтылған әлі. Асыры базғыншы ұчу Заурбек ол аюбла болған ішлені ескерсева, артта да сырты қалтырап башлаучы еді. Ол керті да тейлілік еді. Жігітлік ұғай, тейлілік. Аюбла беттен бетке түбешкенде, қамадан башқа зат қауза алмазға деп үчешкен әлі теңлі. Заурбек аны ұлы атасы, аюны күркадан шығарып, аузына қошқар бөркін сұққанын, қолтық түбіне ұзын қамасын келіштіргенін ол іште тұрған еді. Алай ешткен біле еткенде де бір башқалық болғанына ол жол Заурбек арталда істемей қойды. Кертсін айтқанда бұл жегітлікке көллендірген затта болды. Ол да нет дегенде өчке салынған қара әшір. Аюны тересіне бөрешуіні қозғаған қонақ кішіге берілген олашқан әлі. Ол да борышлы болып қалмазын еске ала. Керті де Заурбек сынамлы ұчы болғаны белгілейді. Алаяны білмеген аю да кесіні шаммаған жануарчық түйіледі. Сора қыш ортасында татлы жұқлап тұрған жануарны ол татлы жұқысынан бөлген құрметсізлік болғанына ұчуда білерге керек еді. Аны білір үшін, арттава ұнытмай тұрыр үшін, ұчыны бойнына аю тырнақ ұлды тапсалған еді. Заурбек ажыр қолы болғаннан сора уға баруыны қойды. Жылла да кестерін таныта башладыла. Ол себептен таулы кіші беш атарын беш қарышқа алышты. Нек дегенде
Таулаға келген жаңы бұлас, алай-алайда учыныш көгін сыйырлығы хақ еді. Алай, чалғычыны іші учыны ішінен зауықлыды деп кем айтқанды? Аңа кем инанса да, чалғычы инанмас, Заурбек бүтінді. Антлы теңі эбізе жаш, аяғы чықлы хансты ұчқалап жардан кеткенінде, учу Заурбек жылағаны қона етті. Алай сүйейді, алай сыйлы көрейді, ескі теңін сарымайық чалғычыны таулы кіші. Аны ташлы жұртына елтіп қайтқаннан сора Заурбек көп бұшу етті. Сора эбізе жаштан қалған чойынчықны үйіне елтті. Ол жаш үйреткенше эбізе қуыт еті, жашыны да ескере, ол қалда чойынчықны татлы теңгені көзінен көріп сақлады. Чойынчықта картофта бешере, какта еті, бұзат Заурбекке кесайт қалай марда меркесі болып қалды. Қадар дегенің Заурбекні бір бек сыйламаса да, қинағанда етмей жылла оза бардыла. Айжаяқ Майрусхан су сұрат марзиятчықны тапқандауа, таулы кіші көлік көк білі тең болып, кесін эм насыплыға санап тоқтады. Түзін айтқанда, ол Раббиінен бір ұлан берірінде сақлайды. Болса да бұлайда Қадар ол күсегенше етмеді. Таматауа талай жылдан тудықчыларына қуана, өз жашы болмағанны ачуында ұнытатебіреді. Алауа анар базынан шықмай, аны тобығынан түшмей тұрған чейілі. Таматаны бір құжыр қылығы да бар еді. Бір-бірде кечі ортасында бейшесін ұятып, кагеттіруші қылығы. Марда меркесі білі бір қақында тындырып, жұқысында ташлап, жанында тияңаңа да тыншылық бермей. Аллай қылчіклері де болу елі қартая білмеген Заурбекні. Чойынчық сөйлеше білсе, көп қапар айтыр еді. Көпіні көрген қара чойынчық. Таулы кішіні қожыр ішлеріні шағаты, Заурбекні марда меркесі қара чойынчық. Алай не ұлы зауқ жашауда дейділі бір заманда мұтқыз болмай қалмайды. 8 мартны әрттілігі, суық болғаны бұла қалмай, ұллы палақны әрттілігі болды. Ұллы кетше деп қарамай, қарт қарусыз деп қарамай, бір уақытыға жарлы болып қалған халқыны машиналаға құйдыла. Қуатлы от жағала бір уақытыға суып қалдыла. Жаз айыны жаңы күні таулы кішіні башына қара күн болып келді. Бұ не зат? Не болғанды? Бізні қайыр елтелі? Сорула көп, жуаба жоқ. Алай түзін айтқанда бір-бірлі игі қуыметі бекте күймейлі. Бұ бір жаңылы чешті. Бітеуді халқыны тыпырташынан көчірі ба, Аллайны кім көргенді, кім ешткен? Совет бұласт, бұ ішіні білгелей тоқтатыр, терслігі болғануа жуапқа тартыр. Заурбек та бұл айланы санында. Ол рысқы қарекет ала қиналмай, абызырап тұрған Майрусханға да машинаға мінерге болышып, кесі да жеріне тиішті. Алай ол сағат, есіне бір зат түшіп, жаңыдан үйіне чапты. Қалауыр солдатында чамландырды. Үйінен жаланда қара чойынчықны алып шыққан кішіні көргенде, солдат сейір етті. Мұны бұ чойынчықтан сора үйінде жұғы жоқ мұды? Бір жарты зат болыр харіп, деп қойды. Бұйрық берілгелей машинала бірден гүрілдеп башладыла. Хахай, сыйып, қычырықла да ол гүрілдеуді қазны ештілмей қалдыла. Заурбега чойынчығын екі қолы бұла қатық саллай, жол қората тебереген машинаны ызына қарай олтыр ейді. Алайлай, машинаны чарқы чүңгірға ешмек етті. Көбірі аққыл болып, Заурбек та чойынчығын қолынан шығындырды. Ол алында олтырып келген солдатына аяғына тигенде ва, солдат чойынчықны алып, амаллады айтып, тышына бірғады. Чойынчық балчық чарқызға түшті. Заурбек анызынан секкірерге оқына аздан қалды.
Солдат шкок қалағы бұла қарнына түртіп таматаны жеріне олтыртты. Заурбек чойынчуктан, ол зая барған чойынчуктан көзін алмай, солуы тыйылғанша болып қалды. Жетіп келген машинава чойынчукны малтап етті. Заурбек аны, ол сүйген чойынчуғыны сыңған тауышын оқыны ешітті. Аны бұла бірге көкірегінде қан тамырда үзілгенше болды. Көзі қараңғы етті, кесі да көппір болып, жиырылып қалды. Ай, чойынчуғыма. Чойынчуқ сынып қалды да, дей таулы кіші ол қалауыр солдатында сейерге қалдырды. Инегім үйім демейді, чойын жилауын еткелей тұрады. Қатышқанды қарт, қатышқанды. Аңна бір зат болғанын Заурбек кесі да сезіп тұр еді. Ол сыңған чойынчуқла бірге, аны жашауынан нейсе да бір мағаналы зат, қайтмаздан кеткенін ол аңлай башлаған еді. Жашау екіге бөлінгені, аны чойынчуқша сыңғаны хақ еді. Ол екінші бөлімінде аны не сақлағанына кім білсін? Аны да жарлы болып қалған еллілерін де биттеу халқында. Чойынчуқны сыңған тауышуа құлағынан кетсе де, içine сіңгенше болып тұр еді. Жанында олтырып барған Майрусхана баш иесіні халын көріп, жапсарыға күрешеді. Бұлай қиналма, бұлай күйме, халыққа болған болыр бізге да. Хариш Аллахын бұйрығы бұлайтыледі. Qadarыбыз Аллахны қолындады. Ол бізні атмас, дейішлі оны өйтер, халыны сүзерле, білірледі дегелікке ол баш иесі біле бірге кесім де жапсарыға күрешейді. Тамата аны сөзлерін хазына ештімеді. Ол ештіп тұрған, ол чойынчуқны сыңған тауышы еді. Sonra машинаны гүрілдегені. Гүрілдегені де алай, саныңа сүйегіңе сіңіп қалғанша, бітеу чарқыңы бұ оғырсыз тауышты ерітіп қоярға күрешкенше алай. Қалын тұман басып тұрған тар ауыздан машинала бірі-бірі зыннан шығып, өзен жолға жеттілі. Гүрілдегелері де бір кесек сәл болды. Заурбек қайғысын шашар үшін есін жол жаны бұла чабып барған тереклеге электрочыпыллаға бұрып та көрді. Болышмады. Енді не етіп та чойынчуқны ачуын ұнытырға керекті. Біледі Заурбек, бір затыны ачуы кетмей көп тұрса, ақылдан шаштырырға да болықты. Башқа машинаға түшкен қызы тудықчықлары есіне түштілі. Қалай келе болырла харипчікле. Көп болмай келіп кеткен киеуі да келді есіне. Арю жаш, офицер жаш. Қалай қуанш бар еді үйде, ол келген күлледі. Қарт Заурбек нечік қуаны етіп, көплені сұқланырған киеуіне. Шөнді ала Заурбекні тергеуіне көре Қырымда сермешелі. Еліне келген күннуа біле болыр му? Аскерчі жашла бұ үшіні теркірек білселі егі болуғ еді. Бір болып, қарамайыққа тарғу қағыт жазар әлі. Үшіні құрар әлі. Халқыны ызына қайтартыр әлі. Кертіді шөнді аланы замаллары да болмас. Ала бірлеше қағыт құра айлансала дұшманны кемі атыр? Фронт дегенің фронтты. Хар не да фронтқа, хар не да хорлау үшін деп бошмайды иллі. Алай болғалыққа заманда бұ машинача кетіп барады. Уқиылланы алдан не сақлағанына бір Аллах біле болыр. Машиналан ачықны темір жол станциясына келгенде де көпле еге қуымларын тас етмей, бұсағат бұ машинала бұла артық ел тіректілі. Бір терсліге болған бар есева, аңна да адеттече оны етілір, харне да закон бұла ішленір, тамамланыр дегелі де болдыла.
Алай ваголлаға мінерге бұйрық берілгенде ва, Заурбек аңылады. Бұ біткен ішті, мұхырланған ішті. Артқа қайтуда енді қазнамы болсын. Сыңнан чойыллай сыңнан халық мал ташушы ваголлаға жүкленгеннен сора қара бұға ұзыннан тұтып өкірді. Қиыллы халық ачы қадарына ауылына атланды. Білмейді Заурбек, білгенді қайдан етергеді. Ол кезуде қара миыққа барған қағытны мағанасын. Төрткөз мұрдар үшін қалай тамамлағанын жазыйды. Тарых бораллары миң жылны бүге алмаған, халал қиыны бұла жашап келген таулы халқыны бардан жоқ етілгенін үсінен жазыйды. Ол мұрдар бачамабызға, сүйген атабызға. Бұлай да бұлай, бірін қалдырмай ваголлаға жүкледік, бірін қалдырмай жолға атландырдық. Ішіні тамамлы бошағаллаға сауғала бердірір үшін разылығызны тілейбіз. Жарашмады таулы кішіге, халал Заурбекке құм өзенінің хавасы. Жарашмады аңа кіші жеріне су, мамуқ сабанды ішлер күш анда қалмаған еді. Жалған дауыны ауырлығын ол көтір алмайды. Дүниядава ебілесіні шайтан тойы бар еді. Ол барған қадардава не түзлік, не адамлық ізлер амал жоқ еді. Аны үшін оны олашты кесі біле қарт, қарусыз да болып қалған таулы кіші. Бұ аман дүнияда, мұннан арасында бұлай терміліп, енжіліп жашағаннан мағана қалмағанды. Алай сева ақыр жолға қазырланырға керекті. Білейді, ол таулыға көлсізлік ұшамағанын, дүния жарығынан кетерге етінмеклік günahlı iş bolganında biliydi. Sıngan çoyunnu jamar amalı bolmaganında ahşı biliydi.